Ауа жетпей қалады, мойнымды қысады. Неге ондай болады? Осы сұрақ маған ең жиі қойылады. Себептеріне тоқталып кетсек, біріншісі ол қалқанша без аурулары. Қалқанша безде түйін болған кезде, қалқанша без көлемінің ұлғаюы болған кезде осындай белгі болады. Бұл кезде эндокринолог дәрігерге қаралу керек және қалқанша без гормондарына анализ тапсырып, қалқанша безге УЗИ жасалу керек. Екіншісі стресс кезінде. Стресс кезінде мойын бұлшықеттерінің спазмы болады. Нәтижесінде ауа жетпей қалу сезімі байқалады. Бұл кезде өзіңізді тыныштандырып, терең-терең дем алу керек. Үшіншісі қазан ішек жолдарымен проблема болғанда, әсіресе өтпен проблема болған кезде. Бұл кезде гастроэнтеролог дәрігеріне қаралу керек, биохимиялық анализдер, іш қуысына УЗИ жасалу керек. Төртіншісі мойын остеохондрозы. Бұл кезде невропатолог дәрігерге қаралу керек. Пайдалы болса парақшаға тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіңіз.